Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Динара. Бүгін сіздермен Рубипай тортының рецептімен бөлісемін. Бұл торттың ерекшелігі сан түрінде жасайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен құрғақ массамызды дайындап алатын боламыз. Какао мен разрыхлительді ұнға араластырып аламыз. Шоңғыл ыдысқа жұмыртқамызды салып, қантпенен жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдыста сары май менен шоколадымызды микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Ерген шоколадты жұмыртқамызға салып араластырамыз. Ары қарай алдын ала дайындап алған құрғақ массамызды ситадан өткізіп саламыз. Қамырымыз дайын, енді 4 бөлікке бірдей етіп бөлеміз. Енді трафарет жасап аламыз. А4 ақ қағазын алып, мен осылай кесіп алдым. Пергамент қағазымызға трафаретімізді теріс жағынан сызатын боламыз. Екінші бетін аударған кезде бізге оң болып түседі. Мешочекта қамырымыздың бір бөлігін видеодағыдай етіп, пергамент қағазға құятын боламыз. «180 градус қызып тұрған пешімізде 8-10 минутта пісіріп аламыз. Қалған бөліктерінде дәл осылай пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Маскарпоне, творожный сыр және қант ұнтағын біріктіріп миксерлеп аламыз. Үстінен салқын сливкиімізді құйып, формасын ұстағанға дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Сегіз 7 номерлі насадкамызды орналастырып, кремді видеодағыдай етіп құятын боламыз. Үстінен екінші коржигімізді қойып, дәл солай процесті қайталаймыз. Осындай оформление жасау үшін менде крем кішкене жеткіліксіздеу болып қалды. Сол үшін тек 3 коржын ғана пайдаландым. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Оформлениесіне кішкене крем алып қалып, осылай пищевой красительден пайдаландым.
Оформлениясына осындай мастикадан жасалған корона мен пинетканы пайдаландым. Және де кішкене әдемілік беру үшін осындай посыпкалардан сеуіп шықтым. Видеом сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.